шұжықты тұтас саламыз ішіне. Мына сорпасы керемет. Мына ұмытылған тағам осылай істеп көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Біз бүгін ұмытылған тағам үлпешек жасаймыз. Осының бәрін жүректің ішіне саламыз. Ішін түгіл тазарту керек. Мен енді мына еттерді турай берем, келін ананың ішін тазарта береді. Енді қазыны тураймыз. Етіміз тұздалған, құйрыққа кішкене тұз саламыз. Сосын бұрыш саламыз. Енді жүрегімізді тұздаймыз. Енді мына шұжықты тұтас саламыз ішіне. Сосын етті саламыз. Қазы, шұжық, кесегет, құйрық. Енді бұның аузын тігеміз. Сосын пісіреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Көбігін алғаннан кейін тұзын көреміз. Тұзы аз екен, тұз саламыз мінекей. Міне үлпершегіміз уже дайын болды. Енді түсіреміз. 3 сағаттай пісті мінекей. Ал келін енді дәмін көрейік. Дәмді, тамаша. Жүп-жұмсақ. Тамаша. Мына ұмытылған тағам осылай істеп көріңіздер. Мінекей. Өте дәмді болып шықты. Күшті. Келін күшті ме? Дәмді ме? Ой, молодец. Күшті қылып пісірдік.